Әр адамның өмірінде кем дегенде шешілу қиын психологиялық проблемаларға тап болады. Әрине, бұндай қиындықтар менталдық денсаулыққа әсер етпей қоймайды. Ал менталдық денсаулық дегеніміз не? Соған тоқталып кетейік. Ол дегеніміз адамның ішкі жан дүниесінің саулығы. Егер адам психологиялық тұрғыдан дені сау болса, ол өмірден ләззат алып, өмірдің мәнін сезінеді және жақындарымен жақсы қарым-қатынас орнатады. Ал ол керісінше болса, бұл психологиялық проблемалары бар деп айтуға болады. Менде менталдық денсаулық дұрыс емес екенін қайдан білуге болады және бұл қайдан пайда болады? Ол созылмалы стресс, отбасындағы мәселелер немесе жеке қайғылардан пайда болады. Және ол төменгі көңіл-күй, ұйқысыздық ретінде көрінуі мүмкін. Бұндай жағдайда не істеу керек және алдын ала шаралары бар ма? Әрине бар. Бұл психогигиена арқылы психологиялық денсаулықты сақтап қалуға болады. Ол дегеніміз не? Яғни хоббимен айналысу, спортпен айналысу түрінде. Егер бұл көмектеспей жатқан жағдайда мамандарға жүгінуге болады. Яғни психолог, психиатр, психотерапевт мамандарына жүгінсеңіздер болады. Өміріңізді өзгерткіңіз келе ме? Онда дәл қазір бізбен бірге болыңыз. De facto FM